Мен жаңа айтып отырмын ғой, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Салатун фи масджиди хаза афдалун би миати альф салатин фима сиваху" дейді. Мына Меккедегі мешітте оқылған намаз басқа мешіттерде оқылған намаздан 100 мың есе артық дейді. 100 мың есені сен 10-ға көбейтесің. Өйткені алғашқы уақытта 5 уақыт намаз 50 уақыт болып түскен. Әрбіріне 10-10-нан. Сонда сен таң намазын оққан кезде 100 мың сауап береді ғой бұл жерде. Соны сен 10-ға көбейткен кезде 1 миллион сауап аласың. Және де сен жамағатпен бірге оққасын, пайғамбар айтады 27 есе сауап алады жамағатпен оққан мұсылман дейді. Сонда оны тағы да 27-ге көбейтесің, ол 27 миллион болады да. Мекке қаласындағы оқылған бір уақыт намаз 27 миллион, бұл кемінде. Бұл біздің есеппен. Алла тағаланың алдында ықыласпен, көз жасыңмен, көңіліңмен, шын жүректен Алланы көріп тұрғандай, немесе Алла сені көріп тұрғандай ихсан деңгейінде оқып берсең, оның сауабы, былайша айтқанда, таудың тасынан да артық болып кетуі мүмкін, жетпейді, сансыз. Сол үшін шынымен айтқан кезде, біз мына жерде жүрген кезде, жай жүрген жоқпыз да, таудай сауаптарды жинап, таудай күнәларды тастап жүрміз да негізі. Сол үшін де мына жаққа бара жатқан кезде адамдардың жүздері, көңілдері басқаша болып келе жатады да, мүлдем басқа адам болып келе жатады да. 10 күннен кейін Алланың қалауымен мүлдем басқа адам сияқты болып, жүзі нұрланып, көңілі тынышталып, адамдарға мейірбан болып, елге қайтқанда мүлдем басқаша адам болып қайтады да. Және елдегі адамдар да оны кездескен кезде байқайды. Өйткені адамның бойы тазарған кезде адамнан сол иіс, сол жаңағы рухани тазалықтың иісі шығып тұрады. Оны сырттағы адамдар сезіп қояды оны.